Зейнетақысы жоқ зейнеткер. Абай ауданы тұрғынның құжатсыз жүрген 86 жастағы қарт әжей туралы жанжалды жазбасы қоғамның үлкен талқысына түсті. Саналы өмірінің көп бөлігін Қазақстанда реттелмеген мәртебемен өткізіп, тіпті жасына қарай төлемдерге азаматтық құқықтары жоқ болғанына кім кінәлі? Және бұл қалай болды? Күрделі оқиғаның мән-жайын анықтап көрдік. Ничего нету. Как мы вам дадим, если оно все сгорело, все, как говорится, с неба с землей смешалось? 86 жаста алқымдаған Ирина Шек осы күнге дейін жеке басын растайтын құжатсыз өмір сүруде. Осының салдарынан Қазақстан азаматшасы екенін де растай алмайды. Кейуананы Абай ауданының Поливное ауылынан Майқұдықтағы қайта әлеуметтендіру орталығына алып келген. Құжатсыз жанның жағдайына алаңдаған Шахтинск тұрғыны Надежда мәселесін шешуге көмек сұрап, әлеуметтік желіге жазба жариялайды. Осыдан кейін қала әкімдігіндегілер де назар аударған. Бұл кісілерді сырттан танимын, сосын көмектескім келді бұл кісілерге, жаным ашығандықтан, және де енді үйлердің жағдайларын көріп, өзіне зейнетақысын ала алмай жатыр. Ол дегенмен ешкімге артық болмайды, қандай тиын ақша болса да. Сондықтан бір жағынан өзінің құжаттары болсын дейміз. Сол үшін каналға жаздық, жан-жаққа жазып жатырмыз. Сұрап жатырмыз, енді тездетіп болғанын қалаймыз документтің құжаттары. Қайта әлеуметтендіру орталығына немересі алып келген. Мұнда түрлі себеппен қиын жағдайға тап болғандар, баспанасыз қалғандар да осы орталықта уақытша тұруына мүмкіндігі бар. Орталықта медициналық көмек көрсетіледі, киім-кешектер беріліп, күніне 4 мезгіл тамақтандырады. Ең бастысы, мұнда келгендер өз құжаттарын қалпына келтіре алады. Қалалық аппарат әкімдігінен хабар түсті. Абай ауданында бір әйел адам осы уақытқа дейін құжатсыз өмір сүріп келген. Жағдай қиын. Қазіргі уақытта осы бізге келіп орталыққа орналастыруға әкелді ма деп ойласақ, ол орталыққа тұруға емес, ол өзінің құжаттарын жасауға, рәсімдеуге келген екен. Мәселенің мән-жайын анықтау кезінде әртүрлі қиындықтар кездескен. Ирина Шек 1937 жылы Украинадағы Донбасс қаласында дүниеге келген. Кейуананың ата-анасы есінде жоқ. Соғыс уақытында оларға не болғанынан да бейхабар. Соғыстан кейінгі жылдары ол ағасымен бірге Қазақстанға келген. Содан бері Поливное ауылында өмір сүріп келеді. Сол өңірде жұмыс жасап, балаларын дүниеге келген. Ал балаларына қатысты құжаттары мен еңбек өтілі жазылатын құжаты да бар. Ой, много работала. Өмірімде әртүрлі жұмыстарды істедім, сауыншы да, аспазшы да болдым, егістікте де жұмыс істедім. Қызыммен бірге тұрамын, балаларым көмектеседі. Осы күнге дейін Ирина Александровна мүлдем реттелмеген мәртебесін қалпына келтірумен айналыспаған. Жылдар өте келе жұмыс істеу қиынға соғып, шамамен 10 жыл бұрын сот арқылы құжаттарды қалпына келтіруге тырысқан. Украинадан жауапты 6 ай күткенімен олар мұрағаттан өртеніп кеткені туралы айтып, бас тартылған. Бұл бірінші жағдай емес. Бізге бірнеше рет түскен Украинаның адамдары сол кездерде жіберген сұраныстарымызға жауап келмей жатыр. Қалқаш Батырбеков Украинадан бұрындары да құжаттарды алу қиын болғанын, ал қазір қалыптасқан ахуалға байланысты мүлдем мүмкін еместігін айтады. Но я не могу ответить за суд. Мен сотқа қатысты жауап бере алмаймын. Неге мұндай шешім қабылдағаны маған белгісіз. Бұл жағдайда талап арызды қайта беру керек. Сот органдарына жүгіну керек. Бұл сұрақты тұрғылықты жер бойынша сот арқылы шешу керек. Қазақстанда осындай жағдайларға тап болғандар саны аз емес. Олардың өмірін оңай деп айтуға келмейді. Олардың бизнес жүргізуге, банкте есепшотқа ие болуға, автокөлікке иелік етуге, немесе жылжымайтын мүлікті жалға алуға еш құқығы жоқ. Ауруханаларда емделуге, жұмысқа орналасуға және бүкіл әлем бойынша қозғалуға құқықтары жоқ. Бұл адамдарға көп жағдайда төлқұжат қажет емес. Олар онсыз өмір сүруге әбден дағдыланған. Сонымен қатар барлық бюрократиялық шаралардан өтуге ақшасы да, шыдамы да жоқ. Күндердің бір күнінде олар ең жақсы жағдайда туыстарының асырауында болуға, ең қиын дегенде қоғамға жат өмір салтын ұстануға мәжбүр. Ирина Александровнаның ісінде әзірге нүкте қойылмайтыны айтылды. Басқа органдармен барлық өзіміздің күшіміз бойынша әрекеттер жасайтын боламыз. Ол азаматшаға құжатын рәсімдеуге. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна.